Уақытты тиімді пайдаланудың 5 тәсілі. Кімдерге арналған? Тайм менеджментін реттей алмай жүрген жандарға, жоспары көп, бірақ уақыты жетпейтін кісілерге, уақытты тиімді пайдаланғысы келетіндерге және жеке дамуға, білім алуға үлгере алмай жүргендерге арналады. Қандай білім аласыз? Уақыт деген не екенін түсінесіз? Неге кейбір адамдар жұмысқа да, отбасыға да бірдей үлгереді, ал көбісі үлгермейді? Уақыттың берекесі жайлы, береке сұрау дұғасын айтып өтемін. Уақытты өлтіретін нәрселер және уақытты тиімді өткізудің нақты 5 жолы айтылып өтеді. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, каналға жазылып, қоңыраушаны басып, лайк баса кетіңіз. Уақыт деген қайтарымсыз, үзіліссіз жүріп отыратын ресурс. Уақыт деген біздің ең құнды капиталымыз. Уақыт деген біздің өтіп жатқан ғұмырымыз, және уақыт деген ең үлкен нығмет болып саналады. Адамдар Алладан ең алдымен уақытын қалай өткізгені жайлы сұралады екен. 2 нығметіміз бар. Бірі денсаулық болса, екіншісі бос уақыт. Бірақ көп адамдар мұны әділ бағаламайды. Неге біз ештеңеге үлгермейміз? Алла тағала барлық адамдарға бірдей 24 сағат берген. Байда да, кедейде де, жаста да, кәріде де 24 сағат. Бірақ қазіргі күні 24 сағат біз үшін жеткіліксіз болып жатады. Отбасы, бала өсіру, туыстардың көңілін табу, өзімізге күтім, рухани дамуға уақыт таппай жатамыз, үлгермейміз. Бірақ осы уақытта отбасы қамына, білім алуға, жұмысына, жеке дамуына, денсаулығына көңіл бөліп үлгеретін адамдар да бар. Бұл қалай? Бұл уақыттың берекесі екен. Алла тағала адамдарға уақыттың берекесін береді. Ол деген не? Алла қаласа кез келген құлына уақытты берекелі етіп береді екен. Маңыздысы үнемі дұғамызда сұрап жүру. Береке сұрайтын дұға. Күнде таңертең ұйқыңыздан оянғанда Құдайдан тілеңіз. Я Аллам, сен мені бір өлтіріп тірілттің, оятуды ұмытқан жоқсың. Менің бүгінгі күнімді берекелі өткіз, уақытыма береке бер. Уақытты өлтіретін нәрселер не? Біз үнемі үлгермейміз деп шағымданамыз. Аллаға құлшылық етуге, отбасын қарауға, өзімізге қарауға бірде уақытымыз жетпейді дейміз. Бірақ сіздің уақытыңызды не ұрлап жатыр? Соны ойланып көрдіңіз бе? Әлеуметтік желілерде бос отыру, мөлшерінен тыс ұйықтау, WhatsApp'тағы мағынасыз чаттар, біреуге деген өкпе реніш, тағы басқа нәрселер үздіксіз жойып жатады. Сондықтан уақытыңызды өлтіріп жатқан нәрселерді шетінен жазып, олардан құтылуға әрекет етіңіз. Енді уақытты тиімді пайдаланудың 5 жолын айтып өтейік. Бірінші жол: мидағы ойдың бәрін қағазға түсіріңіз. Яғни, думайте на бумаге, мынаны жасау керек еді деген миымыздағы ойлар энергиямызды азайтады, сізді ұйықтатпайды. Сол үшін ертеңгі күніңізді қағазға жазып жүріңіз. Екінші жол: күн түзбе жасаңыз. Я Алла, таңғы уақытта менің үмбетіме береке бер деп біздің сүйікті пайғамбарымыз дұға еткен. Оның дұғасы қабыл болған. Әр күні таңертең өзіңіз үшін жасайтын ритуалыңыз болсын. Мысалы, зікір айту, жылы су ішу, 5 минут жаттығу жасау, 20 минут кітап оқу, тағысын тағы. Сосын сол күнтізбеге жасалынды деген галочка қойып отырасыз. Техника сенімділігіңізді арттырады. Үшінші жол: бір апталық меню дайындаңыз. Әйелдердің уақытының 80% ертең не тамақ жасаймын деген оймен өтеді екен. Мұны болдырмас үшін алдын ала бір апталық ас мәзірін жазып қойыңыз. Керекті азық түлікті алдын ала әкеліп отырасыз. Не жасайтыныңызды білесіз. Көп уақытыңызды үнемдейсіз. Төртінші жол: әрбір істі Алла разылығы үшін жасаңыз. Алла разылығы үшін болған істерде береке болады. Ниетіңізге қарай ісіңізде алға басып, уақытыңызда үнемделеді. Бесінші жол: өзіңізге демалыс беріп тұрыңыз. Аптада бір рет табиғатқа шығу, серуендеу, сүйікті ісіңізбен айналысу сізге мол энергия береді. Энергиясы көп адам уақытын орынды жұмсайды.
Есіңізде болсын, сіз өз уақытыңызды құнсыздандырған сайын басқалар да құнсыздандыра бастайды. Уақыттың қадірін біліңіз, бәрін жүйелі жоспарлауға тырысыңыз. Алла баршамызға уақыттың берекесін берсін. Видеом пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, жақындарыңызға таратыңыз. Каналда бұдан да пайдалы ақпараттармен келесіде бөлісіп отыратын боламын.